Биыл қазақстандықтар жеңістің 71 жылдық мерейтойын атап өтеді. Осыған орай Солтүстік Қазақстан облыстық бейнелеу өнері мұражайында Ұлы Отан соғысындағы жеңіске арналған көрме ұйымдастырылды. Экспозиция екі көрмеден тұрады. Алғашқы көрмеде 20 сурет ұсынылған. Бұл Қазақстан және ресейлік суретшілердің жұмыстары. Ауқымды, маңызы зор, көлемді туындылар арқылы біз балаларға сол соғыс жылдары болған қиыншылық жайында, адамдардың ерлігі жайында, жалпы халықтың ерлігі жайында біздің ардагерлерімізді құрметтеуге үйретеміз. Шынымен де бұл тақырыпқа зор құрметпенен қарау керек. Көрменің екінші бөлімі балалар бейбітшілікті бейнелейді деген тақырыпта ұйымдастырылған. Бұл жерде көркем сурет лицей ЮНЕСКО клубы шәкірттерінің 19 туындысы қойылған. Дарья Кузьмина «Фронтовой альбом» деген картинаның авторы. Студент бұл картинада әжесінің соғыс жылдарындағы өмірін бейнелеген. Днях мы как раз с бабушкой, у меня младшая сестра. Мен бұл картинаны апамның айтқан әңгімесі бойынша салдым. Апам бізге өзінің анасы жайында көп айтатын. Соғыстағы өмірінде баяндап береді. Әңгімелерді көп естіп, аталмыш картинаны салдым. Аталмыш көрме бір ай бойы жұмыс жасайтын болады.